Сәлем! Біз алдыңғы сабақта қуаныш көзі туралы айтқан болатынбыз. Ал бүгінгі сабақта осы сәт және дәл қазір туралы айтатын боламыз. Уақыттың көбін біз өткенді және болашақты ойлаумен өткізеді екенбіз. Себебі біз соған үйреніп қалғанбыз. Бірақ іс жүзінде біз үшін осы сәт және осы жер дәл қазіргі уақыттан қымбат ештеңе жоқ. Бұл уақыт біз басқара алатын жалғыз нәрсе. Дәл осы жерде және дәл қазір біздің өміріміз өтіп жатыр. Ойша өз жолыңызды үлкен карта түрінде елестетіп көріңізші. Оған көптеген жолдар, теңіздер мен өзендер салынған. Осы жерде дәл қазір және осы сәтте картадағы ең бірінші нүкте ол сізсіз. Ал маршруттың соңғы нүктесі ол болашақтағы сізсіз. Картада бір нүктеден екінші нүктеге тура дұрыс жол жоқ екенін ескеріңіз. Егер сіз мұқият қарасаңыз, нәтижеге әртүрлі жолдар арқылы жетуге болатынын көресіз. Сапарыңыздың бағытын егжей-тегжейлі әзірлеуге көп уақыт жұмсамаңыз. Ол өзі реттеледі. Әр жаңа күн ол жолда. Қысқа ғана сапарды сызып, дәл қазір әрекет етуді бастаңыз. Кейде ойлар сізді өткенге немесе болашаққа апарады. Ал медитация сізге саналы түрде өмір сүре отырып, қазіргі уақытқа оралуға үйретеді. Процестен ләззат алыңыз. Есіңізде болсын, нақты уақыт дәл қазір және осы сәтте. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі сабақ адам санасының гүлденуі туралы болады.